Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі армысыздар. Мен Жұмағалиев Мұратбай, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде мына билік басындағы қазіргі ел басқарып отырған Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлынан және де биліктегі құзырлы органдардан мына Маңғыстау облысының Жетібай кентінде Вестойл мекемесіндегі болып жатырылған түрлі арандатулар 402 баптың 2 бабымен іс қозғап жеті балаға және де әртүрлі құйтық әрекеттер жасап жатыр. Соның барлығын тоқтатуларыңызды мен сізден талап етемін. Мен Қазақстан Республикасының азаматшасы ретінде ата заңымыздың 1 бабында көрсетілгендей, Қазақстан Республикасының ең басты құндылығы адамның өмірі, құқықтары және бостандықтары делінген. Бүгін 39 күн Жетібай кенті Вестойл жұмысшыларының күн қатып, түн қатып, аязда аяқтары мұзға қатып тұрғанына, осы Вестойл компаниясының 7 жұмысшыларына бостандық берулеріңізді және оларға көрсетіліп жатқан қысымның тоқтатылуын талап етемін. Осы Вестойл компаниясының жұмысшыларының еңбек дауын шешіп берулеріңізді талап етемін. Ассалаумағалейкум, қазақ елі армысыздар. Мен Қорбақ Мерей Қуанышұлы, Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының тұрғынымын. Қазіргі уақыттарда Маңғыстау облысы Жетібай ауылында өз талаптарын талап етіп тұрған Жетібайдағы Вестойл мекемесінің жұмысшыларын арандату, қудалау тоқтатылсын. 402 баппен тағы басқа әртүрлі амалдармен үркіту қорқытып жүріп жатыр. Мен әрбір қазақ елінің азаматынан, елім, жерім деген азаматтардан Жетібайдағы Вестойл мекемесінің жұмысшыларын қолдауға шақырамын. Және де қазіргі уақыттарда енді естуіміз бойынша Атырауға ОМОНдар әкеліп қойды деген сыбыс әңгімелер бар. Егерде осыдан әскер кіргізіп, халыққа қарсы оқ атылып, қудалау басталатын болса, біз қарап қалмаймыз. Мен Астанаға дайынмын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Біз Вестойл жұмысшылары заңды құқығымызды пайдалана отырып ереуілге тұрғанымызға 39 күн. Құрметті қазағым, біздің ұжымның атынан күнде жалған ақпарат таратып жатыр. Айта кетсек, ең бірінші мекеме басшылары мен қосыла жергілікті әкімшілік Лада-KZ информбюро ақпарат құралдарын пайдалана отырып жалған ақпарат таратуда. Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Ноғаев, бас прокурор Құттықов Руфат Бауыржанұлы қара халыққа қысым жасай бермей, осындай заңды белшесінен басып, жалған ақпарат таратып отырғандарға қылмыстық кодекстің 274 бабын пайдалана отырып, неге шара қолданбайсыз? Әлде бұл заң тек қара халыққа арналған ба? Бүгін 18 қаңтар біз тараған жоқпыз. ЖУТ мекемесінің алдында күні-түні ереуілімізді жалғастырудамыз. Қазіргі таңда Маңғыстау облысы төңірегінде болып жатқан ереуілдердің бірден-бір себебі үкімет пен халықтың арасында диалогтың болмауы. Осындай үкіметтің жауапсыздығынан 2011-де Жаңаөзен оқиғасы, 2022 жылы Қанды қаңтар оқиғасы орын алды. Қазақстан Республикасының президенті ереуілде тұрған мұнайшылардың талаптары орындалуын талап етеміз.